Дені саудың жаны сау. Маған тіркеп лайк басып қойыңыздар, жоғалтып алмас үшін. Бүгін мынау корица. Даршын қазақшасы. Корицаның мынандай ұзын түрлері жақсы негізі. Ондай болмай қалды, ұнтақ түрі. Корицаның пайдасы қандағы қант деңгейін төмендетеді. Сахарный диабеттерге жақсы екен. Жаман холестериндерді шығарады. Шығуына көмектеседі. Буын ауруларды, әсіресе артрит. Артриттің қабынуын воспаление дейді, соны басады. Ас қорытуды жақсы қылады. Газдар мен іштің кебуін болдырмайды. Газ шығаратындарға жақсы екен. Газ шығаратындар ішіңдер енді. Зиянды бактерияларды жоюға көмектеседі. Тері инфекцияларын алдын алады. Бұны корицаны тамақтарға пайдаланады. Сосын айранға қосып ішуге болады. Арықтау үшін арықтатады бұл еще. 200 грамм айранға, 1 стақан айранға 1 қасықты қосып, араластырып ішуіңізге болады. Бұны миотпен қосып ішуге болады. Суға миот салып, корица салып ішсеңіз, арықтайсыз. Тамақтарға қосуға болады. Бұны аздан өйте 1 қасық десе жарты қасықтан аздап бастап қосып ішуге болады. Пайдасы өте зор. Бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулыққа көптеген пайдасы бар табиғи өнім. Күшті ма? Күшті еді корица. Осылай ішінде жартысын салып, смузи істеп ішуге болады. Көрдің бе, қаншама смузилар бар. Істеп ішуге болады, кішкентай салып. Хош естейсі бұрқырап жатыр.